Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен жазды күні терлетпейтін, шөліңізді басатын, өте дәмді, ерекше болып шығатын окрошканы бірге дайындаймыз. Ол үшін мен каналымнан алыстамай, тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Жалпы окрошканы әркім әртүрлі дайындайды. Енді менің нұсқамды қарап көріңіздер. Ұнап жатса міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шықты, бізге қатты ұнады. Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Окрошка тағам дайындау үшін ең алдымен жұмыртқамыз бен картопымыздың сыртын жақсылап жуып, пісіруге дайындап қоямыз. Яғни салқын суға салып, пісіріп аламыз. Жұмыртқа мен картопымыз піскен соң барлық керекті қажетті заттарды 4 бұрыш етіп турап дайындап аламыз. Және үлкен ыдысымызға ең бірінші 4 бұрыштап туралған қиярымызды, кейіннен піскен жұмыртқамызды және де колбасаны барлығын қатар-қатар саламыз. Сондай-ақ піскен картопты да дәл солай 4 бұрыш етіп тураймыз және редисканы саламыз. Және айран саламыз. Менде бұл жерде қолдың айраны, кез келген пайыздағы айранды пайдалана берсеңіздер болады. Сондай-ақ ас көк саламыз және тан немесе тандем қосамыз. Көбісі сарағашта құйып жатады, олайды жасауға болады. Мен осы жолы танмен жасап көрдім, өте әдемі болып шығады. Бір танны тұтастай түгел құйдым және дәміне қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде тан менде тоңазытқыштан шыққан салқын болып тұр. Барлығын жақсылап араластырған соң, тұзы сіңген соң бірден іше берулеріңізге болады. Және де көк пияз салуға ұмытып барады екенмін. Осылай ұсақтап турап көк пиязды да салып жібердім. Осымен біздің окрошкамыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен Мөлдір.